Сәлем құрметті көрермен. Бүгінгі видеомызда күнделікті жеп жүрген тағамдарымыздың ішінде пайдалысы қайсы, зияндысы қайсы, соны ажыратып нақты 10 өнім туралы айтып беремін. Арасында сіз күнде жейтін тағам болуы мүмкін. Соңына дейін көріңіз. Денсаулығың 5 зиянды тағам. Шұжық, колбаса, сосиска. Құрамында нитрит, консервант, бояғыш көп. Ұзақ қолдану жүрек, бауыр ауруына себеп. Екіншісі газды сусындар. Кока-кола, фанта. Көп мөлшерде қант және фосфор бар. Асқазан қышқылын бұзады. Сүйекті әлсіретеді. Үшіншісі чипсы мен сухарики. Қуыру барысында канцероген бөлінеді. Балалар үшін өте қауіпті. Төртіншісі ақ нан немесе тәтті тоқаштар. Жылдам көмірсу қант құрамын күрт көтереді. Артық салмақ диабетке апарады. Бесіншісі майлы фастфуд, 5 пайдалы тағам. Біріншісі бұқтырылған көкөністер, сәбіз, қызылша, брокколи. Бұлар клетчатка мен витаминге бай, қан айналымын жақсартады. Екіншісі сұлы ботқасы, яғни овсянка. Асқазанға жеңіл, ішекке пайдалы, энергия береді, аштықты басады. Үшіншісі қара өрік пен құрма. Қан тазалайды, темірге бай, тәттіге тамаша балама. Төртіншісі балық, әсіресе лосось. Бұл жерде омега-3 май қышқылдары бар. Жүрек пен ми қызметін жақсартады. Бесіншісі зиянды тағамдардың орнына балама ретінде үй жағдайында шұжықтың орнына қайнатылған етті қолдансаңыз болады. Үйде пісірілген табиғи дәмдеуіш қосылған ет ең пайдалысы. Ақуызға бай, ас қорытуға оңай, зиянсыз. Газдалған сусынның орнына лимон қосылған су. Дененің шөлін басады, зат алмасуды жақсартады. Лимон табиғи антиоксидант. Үшіншісі чипсы. Оның орнына кептірілген алма, банан қолданыңыз. Жеміс чипсілері тәттіге пайдалы балама, табиғи клетчатка мен дәруменге бай. Төртіншісі ақ нанның орнына қара бидай наны немесе тұтас дәнді нанды қолдансаңыз болады. Бұл өте көп клетчаткасы бар құрамында. Ұзақ тоқтық сезімін береді, қантты тез көтермейді. Ал фастфудтың орнына үй жағдайында тауық еті. Ғылыми деректер мен ғалымдардың айтуына сүйенсек, құрамында жасанды консерванттар көп мөлшерде қант пен трансмайы бар тағамдар ағзадағы қабыну процесін күшейтіп, иммунитетті әлсіретеді. Ал табиғи өңделмеген өнімдер ұзақ өмір сүру мен созылмалы аурулардың алдын алуға көмек. Құрметті көрермен, көрдіңіз бе? Күнделікті тамағымыздың ішінде де пайдалысы мен зияндысы қатар жүр. Сіз қайсысын көп қолданасыз? Төменге пікірге жаза кетіңіз. Ұнаса арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл мен үшін мотивация.